Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен біз бүгін осындай керемет болып шығатын армян халқының сүйікті десерттерінің бірі гата деп аталатын десерт дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Бұл десертті дайындау үшін ең алдымен ұнымызға сары майымызды қосып, жақсылап қолымызбен үйкеп, ұнтақты масса жасаймыз. Осы массаның үстіне шым тұз және бөлек ыдысымызға айран мен соданы араластырып, осы ұнтақты массамыздың үстіне құямыз. Содан соң жұмыртқаның ақ уызын саламыз. Сары уызын бөлек ыдысқа алып қоямыз, өйткені алдағы уақытта ол сары уыз бізге қажет болады. Енді осы дайын болған массаны қолымызбен жақсылап илеп, қамыр жасаймыз. Қамырымызды 1,5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді салмасын дайындауға көшеміз. Ол үшін бізге ұн, қант, 1 шай қасық ванильді қант, бұл әрине міндетті емес. Содан соң ертілген сары май қажет болады. Барлығын қолымызбен араластырып, үйкеп, осындай ұнтақты масса жасайтын боламыз. 1,5 сағаттай өтті, қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды жақсылап жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың үстіне ұнтақты салмамызды саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, рулет тәріздес етіп, осылай тығыз қылып орап шығамыз. Оралған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Міне менде осындай қамыр шықты. Бұл дайын болған қамырлы бөліктердің барлығын табамызға салып, үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Содан соң 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Бізде осындай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Келесі кездескенше.